менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін влог жүргіземін деп шештім. Сәлем достар, қалдарың қалай? Мен аяулымның анасымын, операторымын және де аяулымды түсіріп, осылай алдағы уақытта әдемі видеолар тек қана аяулымның күнделікті өмірі емес, сонымен қоса қызықты ойындарды да өткізетін боламыз. Және менің қасымда екі бауырым бар. Иә, екі бауыры бар. Исмаил және Ғазиз. Бұл Ғазиз бізде аяулымның ортаншы бауыры, бізде аяулым үлкен қызымыз, екінші ұлымыз Ғазиз және үйде 3,5 жастағы Исмаил деген бала бар. Солармен бірге біз күнделікті қызықты түрлі видеолар салып отыратын боламыз. Сол үшін біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушыны басуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар! Бүгін біз балалармен бірге тәттіні тап ойынын ойнайтын боламыз. Осындай тәттілерді магазиннен алып келдік. Осы тәттілердің барлығын қазір мен осы бөлменің ішіне тығатын боламын. Ал бізде ойынға тек қана Исмаил қатыспайтын болады. Біз Исмаилға керек затын бірден алып бердік. Себебі ол ойынның шартын әлі түсінбейді. Ал біздің ойынның қатысушылары Ғазиз және аяулым. Ойынды бастамас бұрын алдымен балаларды келесі бөлмеге жіберемін, және осы бөлменің ішіндегі барлық жерге мен осы тәттілердің барлығын тығатын боламын. Ал тығып болғаннан кейін балаларды шақырып аламын. Олар осы тек тығамыз. Жоқ, сен түсінбедің. Мен осы тәттілердің барлығын осы бөлменің ішіне, яғни шкафқа салуым мүмкін, диванға қоюым мүмкін, немесе жердегі телевизордың жанына қоямын ба, бір жерлерге тығып қоямын. Сендер осы тәттілерді тауып өздері жинайтын боласыңдар. Ғазиз осы жерге, аяулым осы жерге. Екеуі жинайды өздерінің тапқан тәттілерін. Кім көп табады, сол өзінің тапқан тәттілерін жейтін болады, Олай болатын болса, ана бөлмеге барыңдар сендер енді бар. Екеуі ана жаққа барыңдар, спальняға барып отырыңдар екеуің. Көрмеулерің керек, жақсы ма? Мен болды, келіңдер деп айтқан кезде сендер келесіңдер. Ал олай болса, мен бірінші оларға қатты балалар таба алмайтындай жерге қоймаймын тәттілерді. Себебі олар кішкене балалар ғой енді. Қатты қиын болмас үшін мен қайда салсам екен, қайда қойсам екен. Заттарды тығып қоямын. Айока мен Ғазиз екеуі іздеп тауып алу керек бәрін. Исмаил айтпайды. Исмаил ол ойынды жасырушы мамасымен бірге. Ас бөлмеге немесе ана жаққа тықпаймын. Тек осы жерге ғана тығып қоятын боламын, осы жаққа. Кім жылдам екен, соны байқайтын боламыз. Бұл балаларға өте қызықты болады деп ойлаймын ойын. Енді қайда жерге қояй. Байқамай қалады-ау деген жерлерге тығып. Қарауға болмайды, Ғазиз, жоқ, болған жоқ. Исмаил, айтпаймыз қазір аяулым мен Ғазизға, жақсы ма? Жарай ма? Мына жерге қойсам, осы жерге қойсам, көрмей қалады деп ойлаймын. Тағы бізде жарайды қазір. Сен маған көмектес, қане қолыңа ұстап жүр. Сен де қолыңа біреуін алып ал. Қанекей, мен сұрайым, сен әкеліп беріп тұр. Жерге қоямыз біреуін. Әкел көмектес маған. Қанекей.
Тыныш отырсыңдар ма? Жақсы, тыныш отырыңдар. Сен мынаны ұста, қазір маған бересің. Мынаны да ұстап ал. Жарай ма? Ұстап жүр. Сен ішпейсің, қазір қоя тұр оны. Бірінші ойынды бітірек, содан кейін ішіп жейтін боласыңдар, жақсы ма? Қайсына, Агушаны ма? Кім қазір ойында тауып алады, соған айтасың. Маған берші деп. Ол жерге тықпа, ол жерге тықпа оны. Ол жерге тықпа. Салмаймыз шкафтың ішіне ештеңе. Солай айтып қояйық. Шкафтың ішіне салмаймыз деп алдап қояйық. Олар ойлап қалсын бізді. Салмады деп. Қане маған бере ғой. Мына жерге жасырайық. Мына жерге жасырып қояйық. Ал енді болды. Барлық жерге жасырдым. Енді балаларды шақырайын. Балалар, келіңдер. Балалар, сендерге ескерту. Мен ас бөлмесіне, немесе мына кіреберіске еш жерге тыққан жоқпын. Тек осы ортадағы бөлмеге жасырдым. Кеттік ал. Ойынды бастаймыз ба? 1, 2, 3. Қанеки, іздеуге кірсіңдер. Жарайсың. Тапқан тәттілеріңді мына жаққа жинайсыңдар. Ғазиз, кел, қой. Ғазиз, енді біреуін таптым деп тұрып қалма. Давай, іздестір. Мә, Ғазиз, аяулым уже екеуін тапты. Жинап бастаңдар, жинаңдар. Ой, өте қызықты өтіп жатыр. Өте қызықты тартысты өтіп жатыр ойынымыз. Не тапты? Аяулым не тапты екен? Қанеки? Ой, бай, аяулым, мен ол жаққа жасыру мүлде ойыма келмепті. Сендерді мен аяп жүрсем, анан қара теледидардың бетінде біздің Исмайылдың қолтаңбалары тұр. Ашып берем. Ой, бұл Исмайыл. Біз оны жасырып қойған едік қой. Жарайды, ладно, Исмайыл. Жоқ, ол жаққа тыққан жоқпын, ол жаққа салмадым. Киімдер, дәрілер тұратын жер болғасын. Жоқ, ол жақта болуы мүмкін. Балалар, ол Ғазиздің шкафы болғанмен, оның ішіне тыққан жоқпын. Кім тапты, сол алуы керек. Қанеки, ойын жинаңдар. Қандай заттар бар? Болды, біткен зат болды. Қанеки, бәрін санайық, қанеки. Біз іздеген заттарымыз бар ма екен? 4, 5, 6. Айттым ғой сендерге, біздің Исмайылмен ойын ойнау ол. Аяулым, ол есептелмейді. Қанеки, екеуің көздеріңді жұмып тұрыңдар ары қарап. Ойнадың. Исмайыл, сен де көзіңді жұмып тұр, қарама. Мен бір жерге тығамын. Ғазиз, сен де қарама, ары қарап тұр. Мен бір жерге тығамын, сендер өздерің табуларың керек. Жарай ма? Мен болды деп айтпайынша қарамайсыңдар, жақсы ма? Қарауға болмайды. Іздеп тауып алуларың керек өздерің. Ал енді рұқсат. Қараңдар енді. Қараңдар, іздестіріңдер. Қайда кетті шоколад? Жоқ дейм, мен видеомен қарап тұрдым, мен көріп тұрдым. Болды. Соңғы шоколадты Ғазиз тапты. Аяулым, сонда да сен ең көбін сен таптың ғой. Бұл жерде кім қайсысын тапты ал? ММДНСті кім тапты? Агушан алып тұршы. ММДНСті аяулым тапты. Кішкене Лейсті Ғазиз тапты. Және Милкуиді Ғазиз тапты. Үлкен Лейсті Ғазиз тапты. Орионы кім тапты? Аяулым тапты. Бұны аяулым сен ба тапқан?
Аха, супер пончик. Хрустимді аяулым тапты. Мамбаны аяулым тапты. Және печенье клубника қосылған печеньені аяулым тапты. Енді достар, бізде жеңіске жеткен аяулым және де оған көмектескен Исмаил деген бұзық жігіт. Олай болатын болса, бүгінгі біздің ойын ойнаған балақайлардан сұрайық. Ғазиз, сен өзіңнің тауып алған тәттілеріңнен аяулымға қайсысын бересің? Үлкен. Жаным менің, үлкен лейсті аяулымға бергісі келеді. Аяулым, бірге бөлісіп жейтін боламыз, жақсы ма? Мен Ғазизға мына Орео мен мынау Мамбаны. О, жарайсыңдар. Ал енді келесі кездескенше не деп айтамыз? Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Достар, келесіде қандай видео түсіргенімізді қалайсыздар? Оны бізге комментарийге жазып, және де біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып